Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі видеода асқазан ауруының себеп-салдары, асқазан ауруының белгілері қандай, жара пайда болғанда қалай тексерілеміз, асқазан ауруы қайдан пайда болады және аспиринді ішу неге қауіпті? Осы сұрақтарға жауап айтатын боламын. Менің арнама тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Асқазан ауруының себептеріне бірнеше факторлар әсер етеді. Оның бірінші себептері дұрыс тамақтанбау, уақытылы тамақтанбау жатады. Ыстық, суық, майлы, қуырылған және тұзды тағамдарды үнемі жиі қолданудың әсерінен біз асқазанды зақымдаймыз. Олар біздің шырышты қабатымызды зақымдауға әкеліп соқтырады. Тек қана асқазан мүшемізді ғана емес, дұрыс тамақтанбау барлық мүшелерімізге зақым келтіреді. Шырышты қабаттың зақымдануынан бұрын Helicobacter pylori бактериясы жұқтыру арқылы 90% асқазан ауруы туындайды. Ең бірінші, көпшілік орындарда ыдыстардың дұрыс жуылмауынан, яғни сілекей арқылы жұғатын бактерия. Бұл бактерия туралы видеоның ортасында айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қараңыз, сізге өте пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Сондықтан біздің жейтін тағамдарымыз өте маңызды. Екінші, темекі шегу. Одан кейін алкогольді ішімдіктерді көп тұтыну аурулардың пайда болуына себеп бола алады. Сонымен қатар қабынуды емдейтін, жансыздандыратын, температураны түсіретін дәрілерді науқас жиі қолданатын болса, асқазанға зақым келтіруі мүмкін. Сонымен қатар күйзеліс те кері әсер етеді. Асқазанда жиі кездесетін аурулардың бірі ол гастрит. Одан кейінгі асқазан мен 12 елі ішектің жара ауруы, ішекте ойық жаралы ауру, ішек бактериялары деңгейінің бұзылуы жиі кездеседі. Асқазан ішек ауруларының ең басты белгілері: адамның іші ауырып, екі қабырғаның түйіскен жері ауырады. Іші аш қарынға немесе тамақ жеп болғаннан кейін бірден ауырады. Гастрит кезінде осы ауру белгілерінің барлығы да болуы мүмкін. Ал асқазанда 12 елі ішекте ауырған уақытына қарап, біз жараның шамамен қай жақта орналасқанын біле аламыз. Мысалы, ауру асқазанда болса, аш қарынға ауырады. Себебі асқазан сөлінен қышқыл сөл бөлінеді. Ол асқазан бос болғанда асқазандағы жараға қолайсыздық тудырып ауыртады. Екінші клиникалық белгісі тамақ ішіп болғаннан кейін, жарты сағаттан кейін немесе 10-15 минуттан кейін басталады да қайтадан ауыра бастайды. Ал тамақ ішіп болғаннан кейін 2-2,5 сағаттан кейін ауырса, біз ол 12 елі ішекте деп болжам жасай аламыз. Гастрит ұзақ емделмеген кезде аса ауыр, асқынып кетеді, өзгерістер болады. Асқазан шырышты қабаты жұқалануы, атрофияның пайда болуы рактың алдын алу жағдайы болып саналады. Сондықтан міндетті түрде биопсия алынуы керек. Микроскоппен асқазанның шырышты қабатының жасушаларында өзгерістердің бар жоғын қарауға болады. Асқазанда өмір сүретін міндетті хеликобактерлар. Хеликобактерлар деген бактериялар бар. Гастрит 90% себебі осы бактериялардың болуынан пайда болады. Ол бар болса, міндетті түрде емделу керек. Емделмесе, асқазанның онкологиясына әкеліп соқтыруы мүмкін. Соңғы кездері түрлі медициналық орталықтар, санаториялық демалыс орындарда ішекті тазарту үрдіске айналып барады. Егер адам күнделікті үлкен дәретке барса, ішек өзі-ақ тазаланады. Егер бармаса, дәрігерге барып, себебін анықтау керек. Бұл жағдайда әртүрлі себептер болуы мүмкін. Үлкен дәретті қарапайым сумен, тамақпен, серуендеу және дәрісіз дұрыстауға болады. Егер олар көмектеспесе, дәрігерлер адам ағзасына зиян келтірмейтін дәрілерді тағайындайды. Сонымен қатар, үлкен дәретті жүргізуге минералды сулар да көмектеседі. Тоқ ішекке әр адамға тән бактериялардың деңгейі болады. Сол бактериялар біздің денсаулығымыз үшін өте маңызды. Олар ішектің дұрыс жұмыс істеуіне себепкер болады.
Көптеген адамдарға пайдалы нәрселерді шығарып, ішектің шырышты қабатын қорғайды. Ішектің шырышты қабатының дұрыс жұмыс істеуіне себепкер болады. Ішекті тазарту пайдалы бактерияларды жуып шығарып тастайды. Адамның ішек құрылысы ол адамның миы. Адамға 80% иммунитет беретін осы ішек жолдары болып табылады. Ішек жолдардағы адамға керекті пайдалы бактериялар болады. Осы бактерияларды біз асқазан ішекті тазартып жудыртуға апарған кезде осы бактериялар жуылып шығып кетеді. Бізге пайдалы бактериялар шығып кеткеннен кейін бізде иммунитет түсіп, көптеген ауруларды шақыратын болады. Көптеген науқастар ішекті тазартып алсақ болды, біздің ішегіміз таза болады деп ойлайды. Артынан бактерияларды қайтадан салады. Яғни бактериялар қайтадан жабыса бастайды. Вирустар кетеді, жарасы жазылады деген сияқты оймен апарып тазалатады. Ол ішекті жудырту дұрыс емес. Тазартып тастаған кезде ол бізге пайдалы бактерияларды да жуып шығарып тастайды дедік қой. Бізге пайдалы бактерияларды көбейтетін жасанды түрдегі бактерияларды салып атамыз. Өзіміздің ағзамыздағы бактерияларға жетпейді. Кез келген адам ішегін шипажайға демалуға барғанда жыл сайын тазартып отырамын дейді. Бірінші, екінші жылдары бәрі жақсы болады. Үшінші жылы іші тоқтамай өтіп диарея болып келеді. Іш өтетіндей ешқандай себеп табылмауы да мүмкін. Тек қана ішектің тазартқанынан бактериялардың деңгейі өзгергеннен іштің өтуі пайда болады. Осы асқазан жарасын алып келетін тағы да бір препараттар бар. Яғни гормоналды препараттарды көп қолданатын науқастар таблетка түрінде ұзақ уақыт мерзімде ішіп отырады. Осы дәрілер асқазан ішек жолдарына жараға әкеліп соқтыруы мүмкін. Асқазан жарасымен ауыратын кісілер міндетті түрде дәрігерге қаралып, өзінің қандай осы бактерияларды, қандай антибиотиктер өлтіретіндігі жөнінде осындай қан талдамасы жүргізіледі. Сол бактерияларға қарсы антибиотиктер тағайындайды. Емдік шаралар қолдануға болады. Асқазан ауруының 90% осы бактерияның салдарынан пайда болады. Ол хеликобактер пилори деген бұл бактерияның салдарынан ең алдымен жүрек айну, құсу, изжога, қыжыл мазалап жүрсе, бұл асқазан ауруының қабынуынан, эрозия, жаралардың пайда болуынан, язва, тіпті аса ауыр рак ауруына әкеп соқтыруы да мүмкін. Бұл бактерияның пайда болуы көпшілік орындарда тамақтанған кезде ыдыстардың дұрыс жуылмауы, көбінде дұрыс тамақтанбау мен гигиенаны дұрыс сақтамаудан пайда болады. Бұл бактерия жас сәбилерде де кездеседі. Ең бірінші қолды аузына салу. Екіншіден, үлкен кісілердің ең бірінші қателігі аузына соскасын, емізігін салып, баланың аузына қайта салу. Осы аралықта сілекей арқылы үлкен адамдардағы болған бактериялар баланың аузына барып сілекей арқылы жұғады. Одан кейін тамақты шайнап беру арқылы баланың аузына қайта салу. Бұл үлкен адамдардың үлкен қателігінің бірі болып табылады. Осы аралықта үлкен адамдардағы болған язва болсын, жара болсын, осы асқазан ауруының осы бактерия баланың аузына барып сілекей арқылы жұғып, балада жастайынан иммунитеті түсіп, әлсіреп, тәбеті болмай, әлсіреп, көптеген ауруларға ерте бастан шалдығып жатады. Тіпті ерте бастан балана асқазан ауруы пайда болуы да ғажап емес. Бұл бактерия 12 елі ішек пен осы асқазанда жүретін бактериялардың бірі болып табылады. Бұл бактерия асқазан ауруына 90% ара көптеген ауруларды тудыратын осы бактерия болып табылады. Дәріден болған жара көбірек және жиі қанауы мүмкін. Әсіресе аспирин препаратын пайдаланған кезде. Аспирин қан тамырларындағы тромбоциттердің жабысуына кедергі келтіреді. Әсіресе қан көп кетуі мүмкін. Тромбоциттер, осы жерде тромбоцитті көп адам түсінбеуі мүмкін. Тромбоцит дегеніміз не? Қанның пластинкалары деп аталатын жасуша. Сүйек кемігінде өндірілетін
қандағы нормасы 180-320 болуы тиіс. Тромбоцит адамның ағзасында, адамның қанында, яғни 8 күн ғана өмір сүріп, қайтадан жаңарып отырады екен. Тромбоциттер 2-3 күн қанды айналып жүреді де, одан соң көк бауырда сақталады. Жалпы тромбоцит қанның ұюына қатысады. Қан тамыр зақымданған кезде белсенді болады. Яғни бір жеріміз жараланған уақытта осы аспиринді қолданатын кісілерде қан тоқтамауы мүмкін. Яғни бұл тромбоциттердің белсенділігін төмендетіп, қанды тоқтатуға кедергі жасайды. Тромбоциттер, яғни біздің қан ағған кезде сол қанды ұйытып, жаңағы тоқтатуына көмектесетін осы тромбоциттер болып табылады. Тромбоциттер, яғни қан тамырларды қоректендіріп отыратын, қан тамырлардың мықтылығын, беріктігін қамтамасыз етеді. Тромбоцит азайып кетсе, біздің қан тамырларымыз әлсіреп, зақымданғыш болып келеді. Ал қан тамырлардың әлсіреуі қысым болған кезде қан тамырлары әлсіреп, жарылып кетеді. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Маған тіркеліп подписация кнопкасын басып кетіңіздер. Менің тағы да бір видеоларым бар. Осы ішек құрылыстары зақымданған кезде, инфекция түскен кезде, ол біздің цистит ауруын туғызады. Осы жайлы видеом бар, қарап көрсеңіздер болады.